Қайырлы күн достар, бүгін осындай дәмді әрі жұқа болып шығатын құймақтар дайындаймыз. Видеоны жалғастырмай тұрып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және бұл видеода миксерсіз блинныйдың тестасын ұнның түйіршіктері болмайтындай етіп дайындау жолын көрсетемін. Құймақтарды дайындау үшін бізге сүт, қант, тұз, жұмыртқа, ұн және сұйық май қажет. Ең алдымен ыдысымызға ұн саламыз. Оған қант және тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнның ортасын осылай ашып, жұмыртқаларымызды саламыз және венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді ештеңе қоспай, осы жұмыртқа мен ұнды араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, жұмыртқа ұнды өзіне азыздан алып отырады, және сол себепті де бізде түйіршіктер болмайды. Ал егер жұмыртқа мен қантты бірінші араластырып, одан кейін ұн салатын болсаңыздар, немесе сүтті бірден құятын болсаңыздар, тестада түйіршіктер қалып кетеді. Аз-аздан сүт қоса отырып араластырамыз, бірақ сүттің барлығын бірден қоспаймыз. Масса бір қалыпты күйге түскеннен кейін оған сұйық май және қалған сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Тестамыз осылай түйіршіктерсіз шығады. Қызып тұрған табаға май жағып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Майды тек алғашқы құймақты салар кезде жақсаңыздар жеткілікті. Құймақтар дайын болды, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Және каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.